Саламатсыңдар ма балалар? Біздің көңіл күйіміз қандай балалар? Ендеше біз ұлттық ойынына саяхат жасайық, я? Қазір мына жерде мен көбейтіп жатқан қандай түс шықса, сол түстің астындағы ойынды біз тауып көрейік. Қандай түс шықты? Көрген түс шықты, я? Мынау қандай ойын екен? Қандай ойын? Аударыспа ойын екен, я? Келесі ойынымызды көрейік. Жасыл түс шықты. Қандай ойын екен? Көкпар ойын екен. Тағы да бір рет ойлап көрейік. Мынау қандай ойын? Арқан тасушпақ екен. Мынау қандай ойын? Жаңағы ақтерек, көктерек ойын екен. Жарайсыңдар балалар, сендер ұлттық ойындарын білесіңдер. Ішінде ерекше сол асыл қай бала болса, сол бала хан болып сайланады. Және бұл ойынның мақсаты оларды мергендікке және ерлікке. Сондықтан ойынның барысында қай бала көп асып ұтып алатын болса, сол бала мерген бала атанады екен. Ал ойынға дайынбыз ба балалар? Дайынбыз. Онда ойынымызды бастайық. Алапай, басталды ойын алақай. Қандай ойын балалар? Алапай. Қызыл ойынды бізге кім алды? Жырақта қалғаным, мен жүрген көшелердің бәрі өзгерген. Қайда сол кешегі құрбылар көз көрген. Асыр сабалысқан қайда сол дос бауыр, жүрсем де алыста сағынты еске алып. Мерген атанғанын анықтайық, я? Қолдарындағы асықтарыңды санай қойыңдар. Бүгінгі ойынымыздың мергені біздің кім болды балалар? Әнуар болды. Біз Әнуарды келе ғой. Мерген бала атандырамыз міне ойынымыздың жеңімпазы. Сағынты